Жаратылыстану пәні 4-ші сынып, тақырыбымыз Архимед заңын қалай қолданылады. Ең алдымен сабақты мақсатымен таныса кетейік. Бірінші, жер бедерінің ірі элементтерін атау және сипаттау. Екіншіден, жекелеген ғарыш денелерін сипаттау. Үшіншіден, жердегі тіршілікке ғарыштың әсерін анықтау. Төртіншіден, жердің орбиталық айналуын салдарын түсіндіру. Бесіншіден, Архимед күшін сипаттау және оның бүлінуіне мысал келтіру. Алтыншыдан, судағы денелерге әсер ететін Архимед күшін бақылау және болжау. Өткен тақырыбымызды еске түсіре кетейік. Ол үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Архимед кім? Механиканың негізін салушы, гидростиканың негізгі заңы, Архимед заңын ашқан ежелгі грек ғалымы. Екінші сұрақ, Архимед заңы дегеніміз не? Сұйыққа немесе газға батырылған денеге кері итеруші күш әсер етеді, ол денені ығыстырып шығарған сұйықтық салмағына тең болады. Архимед күші дегеніміз не? Газға не сұйықтыққа батырылған денеге және тартылыс күшіне әсер ететін күш. Жаңа сабақ. Денелерде суға салғанда батып кететін немесе жүзіп жүретіні дененің жасалған материалына байланысты болады. Сонымен қатар, су ішінде дененің ауырлық күшіне қарсы кері итеруші күште әсер етеді. Егер сұйықтықтың кері итеруші күші дененің ауырлық күшіне үлкен болса, дене жүзеді. Ал жақсы. Ең алдымен біздер қазір бірнеше тәжірибе жасаймыз. Ол тәжірибелерді жасау үшін бізге көптеген құралдар қажет. Ең алдымен бірінші тәжірибеміз ол біздің шыны ыдыс және де губка. Бізде екі губканы суға саламыз, ондан айырмашылықты тауып көрейік. Мұқият қарадыңыздар. Ыдысымызда су құйылған және де бізде екі губка судың ішінде тұр. Не байқап тұрсыздар? Бірінші губкамыз судың түбінде батып тұр, ал екінші губка судың бетінде қалқып тұр. Ендігі біздің қорытынды мынандай. Құрғақ губка су бетінде қалқиды, себебі құрғақ губкада ауа қабаттары бар. Дымқыл губка батады, себебі оның тесіктерінде болған ауаны су алдын ала ығыстырып тастады. Бұл біздің бірінші тәжірибеміз. Ал енді кезекті екінші тәжірибеге берейік. Ол үшін бізге ыдыс қажет. Ыдыстың ішінде су толтырылған және де бізге екі мандарин. Осы мандариндер арқылы біз практикалық жұмыс жасаймыз. Ол мандариндерді ең алдымен бір мандариніміздің сырты ашылған, екіншісінің сырты ашылмаған. Енді екеуін бірдей суға салайық. Не байқаймыз? Оқушылар мұқият қарап, тыңдап отырайық. Міне, өздеріңіз байқағандай, ашылған мандарин судың түбінде. Ал ашылмаған мандарин судың бетінде қалқып жүр. Міне оқушылар, өздерін байқағандай көріп тұрсыздар. Міне мен ыдысты қозғадым. Судың түбіндегі мандарин еш өзгеріссіз судың түбінде жатыр. Ашылған мандарин судың. Неліктен деп ойлайсыздар? Себебі қабығы ашылған мандарин батып кетеді. Ол қабығы ашылмаған мандарин су бетінде жүзіп жүреді. Қабығын ашығанда мандаринде ауа қабаты азаяды, сондықтан ол төмен батып кетеді. Міне оқушылар, егер де мандариннің қабығын ашыған кезде ауа қабаты азаяды да, сондықтан ол төмен қарай батады екен. Енді келесі біздің тәжірибемізді жасайық. Ол үшін бізге ыдыстың ішінде су толтырылған. Осы судың ішіне қазір біз бірнеше құты бөтелке ыдыстарды саламыз. Бірінші бөтелкеміз ол бізде ішінде сумен толтырылған түгелдей. Екінші ыдысымыз бізде жартылай су толтырылған, ал үшінші ыдысымызда мүлде су құйылмаған. Енді тәжірибемізді жасайық. Осы үш ыдысты үлкен
су толтырылған ыдысқа саламыз. Ал балалар, мұқият қараймыз. Міне, мен қазір бөтелке ыдыстарды шыны қозғайым орнынан. Не байқап тұрмыз? Біздің су толтырылған ыдысымыз судың түбінде жатыр. Жартылай толтырылған ыдысымыз суда жүзіп жүр. Ал ішінде суы жоқ бөтелкеміз судың бетінде қалқып тұр. Бұдан қандай тәжірибе шығаруға болады? Дененің ауырлық күші Архимед күшіне үлкен болғанда бататынын, яғни үлкен болғанда, Архимед күшіне үлкен болғанда ол батады. Ал бірде болса жүзетінін, бұл екінші бөтелке жүзіп жүретінін, ал аз болса қалқитынын байқаймыз. Бүгінгі біздің тәжірибе жұмыстарымыз міне осындай. Келесі кезекте дәптермен жұмыс. Бірінші тапсырма: денелерді анықта. Суретте тұщы суға салынған 3 дене бейнеленген. Денелердің қайсысы мұздан, қайсысы ағаштан және қайсысы тығыннан жасалған анықта. Бірінші, мұз су бетінде жүзіп жүреді, себебі мұз судан тұрады. Оның құрамында ауа көпіршіктері мұзбен бірге батады, сондықтан мұз батпайды. Екінші, ағаш ол суда жүзеді, себебі ағаштың арасында ауа болады. Үшіншіден, тығын ол су бетінде қалқып жүреді, себебі оның арасында ауа қабаттары бар. Есінде сақта. Архимед күшінің әсеріне байланысты денелер сұйық бетінде қалқиды немесе сұйық ішінде жүзеді. Мұны міндетті түрде есімізде сақтауымыз қажет. Келесі қызық тапсырма. Сен білесің бе? Сен суға батып кететін ағаш бар екенін білесің бе? Ол ағаш Кавказда шамшат деп аталатын ағаш өседі. Оны жергілікті халық демир ағаш деп атайды. Себебі шамшат ағашы темірдей қатты. Оларға оңайлықпен балта да батпайды, арада өтпейді. Өте ауыр болады, су бетінде қалқымайды, тас сияқты дереу су түбіне батып кетеді. Шамшаттың кейбір түрінен машинаның ұсақ бөлшектерін де жасайды екен. Бұны есімізде сақтайық. Енді оқушылар үй жұмысы осы тақырыпты оқып, жаңағы берілген ережелерді жаттап алу. Жақсы оқушылар, сау болыңыздар.